Тарихың тұр, санаңа өткел тастап. Өз тіліңде ойлау, сөйлеу, тоқталған сәттен бастап, бүкіл баба рухымен, ұлттық, гендік ақпараттық байланысың кесілер. Тағдырыңнан ата мұра шамын солай өшірі. Өз тіліңді жерсінбеудің, өз анаңды менсінбеудің арсыздығы қай дәуірде болып еді тапқырлық. Ол рухи мүгедектік әрі ұлттық сатқындық. Аз қайғыма, талабыңды түсінігің алдаса, мейлі 10 тіл, тіпті 100 тіл меңгергенің талбаса. Өз ұлтыңның тілі мен рухы ой санаңа ірге тас боп қалмаса. Әдебиеті жоқ ұлттың өнері де өршімейді. Әдебиет атомнан да күшті. Әдебиет тілінің қаруы, баспа мен мектеп. Әдебиеттің зор міндетінің бірі елдің мінезін түзеу. Елдіктің негізгі белгісі тілінде. Ана тілін меңгермей, ұлт білімін ала алмайсың. Ана тілі өлгенді де тірілтеді. Тіл көркемдігіне теңеу жоқ. Қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігінің ана тілі құламайтын бәйтерек атты оң ашық деп жариялаймыз.